Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз адам өміріндегі ең маңызды ұғымдардың бірі адамгершілік туралы сөйлесетін боламыз. Адамгершілік бұл жақсы сөз айту ғана емес, немесе әдеп сақтау ғана емес, бұл адамның ішкі мәдениеті мен рухани байлығының көрінісі. Осы орайда бізге бұл тақырыпты егжей-тегжейлі түсіндіріп ашып беретін Түркістан облысының дін істер басқармасының дін мәселелерін зерттеу орталығының теолог маманы ағамыз Зиябек Дінмұхаммед. Қош келдіңіз аға. Өзіңізді қысқаша таныстырып жіберсеңіз, қай жердің тумасыз, қандай лауазымдарда қызмет атқардыңыз? Түркістан облысы дін істер басқармасы дін мәселелері зерттеу орталығының теолог маманы боламын. Аты-жөнім Зиябек Дінмұхаммед. Мен осы Сарыағаш өңірінің тумасымын. Осы теолог қызметінде осы 1 жылдан аса қызмет атқардым. Одан алдын имамдық қылдық, ұстаздық қылдық мешітте. Одан кейін жағдайларға байланысты осы қызметке келген жайымыз бар. Енді жаңа жоғарыда айтқан адамгершілік тақырыбында сізге бірнеше сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға жауап беріп кетсеңіз. Алғашқы сұрағымыз, адамгершілік деген ұғымды қалай түсінесіз? Енді бұл адамгершілік туралы мен түсінігім маңызды емес шығар деп ойлаймын. Негізі ғалымдар бар, басқасы бар, солар жауап беріп кеткен. Біз қазақта да өзі адамгершілік деген түсінік бар. Адамгершілік адам бойындағы ізгі қасиеттердің жиынтығын айтылады. Ол біздің мейірімділігіміз, рақымдылығымыз, әділдігіміз, сабырлығымыз, жомарттығымыз деген секілді. Адамгершілік деген түсінік жалпы келген кезде бұл қазақта бір кеше ғана пайда болған ұғым емес. Бұл адамгершілік ол көне дәуірден бері кешегі көне түркі философиясы дейін ба, көне түркі моральдық этикасы бар. Одан кейін ислам дінінің келуі бар. Сол ислам діні келуіменен бағанағы көне түркі моральдық этикасыменен ислам қосыла отырып, осы моральдық құндылықтар, адамгершілік құндылықтар өте бір қарқын алған кезеңі болды. Ол нәрсені бәріміз білеміз. Бірақ енді қазіргі заманда көп адамдар осы адамгершілікті бір исламға ғана телеп жатады. Бірақ ол нәрсенің түбірі жаңағы ол нәрсе көне түркі мәдениетінде де болды. Одан кейін де бірақ исламның келуіменен ол нығая түсті деп айтылған дұрыс шығар. Адамгершілік бұл жалпы ұғым. Ал енді оның ішіне өзінің қандай бір қасиеттерін кіргізуге болады? Адамгершілікке мына Ыбырай Алтынсарин атамыз көп нәрсені айтады бұл нәрсеге байланысты. Оның айтатын дүниесі бір үлкенді құрметтеу, үлкенге жол беру, үлкенді бір қастерлеп, қадірлеу деген түсінікті қосқан дұрыс шығар деп ойлаймын. Енді бұл қосқан кезде адамға тән ізгі қасиеттердің бүткілін қосуға болады адамгершілікке. Оның қазақ, оның әрқайсының бір жеке, ол мейірімді болды, ол рақымды болды демей, оның адамгершілігі болды деп бір ауыз сөзбен тоқтатқан. Адамгершілік қасиет бір отбасында, мектепте немесе қоғамда қалай қалыптасады? Өте керемет сұрақ. Өйткені кереметтілігі бұл сұрақтың адамға әсер ететін, бала тәрбиесінде де өте қатты әсер ететін, негізі адамға 3 нәрсе әсер етеді. Оның ең біріншісі ол адам тәрбиені, адамгершілікті ең бірінші ол отбасынан алады бала кезінде. Ол бірінші, жаңа 3 жасына дейін шешесінің қасында болатын болса, 3 жастан кейін әкесі әсер етеді. Ол жаңа көшеге шығып, 10-15 жасқа, 16 жасынан келген кезде уже ортасы әсер ете бастайды. Осының арасында жаңа мектептегі ұстаздары бар. Бұны қысқа айтқан кезде ата-анасы, қоғам, ортасы, араласатын ортасы. Одан кейін үшіншісі ұстазы. Адамға әсер ететін осы 3 орта бар да. Енді бұл орталардың ішінде ең маңыздысы бізде қазақта да керемет сөз бар. Ұяда не көрсе, ұшқанда сол нәрсені істейді дейді. Сол секілді адам ең бірінші жаңа адамгершілікті отбасынан алады. Өйткені біз өсіп қалған талды туырлағаннан гөрі ол шыбық кезінде туырласаң әлдеқайда пайдалырақ, дұрысырақ болады. Енді бұл тақырыпқа кірсек өте керемет нәрсе. Өйткені ең бірінші адамға әсер ететін ата-анасы дедік. Ата-анасы ешқашан баласын жаман болсын демейді. Ол мектептегі ұстаздар да оқысын, ілім алсын, әдепті болсын деп тәрбиелейді. Бірақ ортасы, әсіресе класстас деп айтады, тамыр деп айтады, өзінің жақсы көретін ағалары бар, інілері бар, достары бар. Осы орта көп жағдайда осы адами сипаттарға өте қарсы келетін дүниелерді көп үйрете бастайды. Мысалға айтатын болсақ, бала бағанағы жаңағы жаман қасиеттер болатын, темекі шегу болсын, қазір балдардың арасында көп не қылып жатқан, боғауыз сөз болсын, өтірік болсын, жаңағы
кез келген осы жаман қасиеттің көбісін ортасына қарап көп нәрсені осы жаман қасиеттерді үйреніп жатады да. Сол жерден алады. Сол жерден алады. Қазіргі заманда адамгершілік құндылықтарын сақтап қалу қаншалықты қиын? Қазіргі заманда енді шынымен бағана айттым, бағанағы адамгершілік құндылықтар кеше ғана пайда болған қасиет демедім. Енді қарайтын болсақ, адамгершілік қасиет сақтап қалу өте қиын. Өйткені бір мысал келтірейін. Мысалы, адамгершілік сипаты ретінде мысалға біреудің арқасына сөз сөйлемеу деген мәселені алатын болсақ, сен кез келген ортаға, кез келген бір баланың өміріне қарайтын болсақ, ол отбасында, жаңағы үстел басында отқан кезде өзінің туған туысқандары, әке шешесі, бауырлары өзге адамды бір жамандап жатқан оқиғалар болады. Одан кейін көшеге шықса, көшеде жаңағы жасы үлкен кісі, қариялар ғой, қазыналар ғой деп ол кісілердің сөзін тыңдаса, оларды да сондай әңгіме. Ол да біреуді күйіндіп, жаңағы алдынан өткен адамды жамандап, жаңағыдай артынан сөйлеп жатқан оқиғалар көп кездеседі. Одан кейінгі мәселе, енді осы нәрсені көрген бала қалай енді адамдардың сыртынан сөз сөйлемейді. Өкінішке орай болсын, біздегі ең үлкен проблема негізі өзіміз кейде бір жақсы ізгі қасиеттерге қарай адамдарды шақырамыз да, бірақ өзіміз жасамай атамыз. Мысал ретінде бізде өмірімізде болып жатқан оқиғалардың бірі, мысалға мен өзім жеке басымда мынандай бір оқиға болды. Бір кісі үйіне бір зат сұрауға бардым да. Сөйтсем, жаңағы мен сырттан айқайлап тұрған кезінде, ол кісі жаңағы сырттан не қылып жатыр да, мені жоқ деп айта салшы деп айтты өзінің баласына. Сөйтіп баласы шықты да маған, мен әкем үйде жоқ деп айтты. Енді қарасаң, ертең өзінің баласы оған өтірік айтса, уже ренжиді әкесі негізі. Бірақ сол өтіріктің дәнін негізі өзі бірінші егіп жатыр да. Үйінде бола тұра, сырттағы адамға мен жоқ деп айт деген секілді бір сөздерді айтып, жаңағыдай өзінің баласын өзі білмеген халде сол бір жамандыққа тәрбиелеп жатыр. Ең бірінші үлгі алатын әке ғой. Иә, әке шеше ғой. Енді адамгершілігі жоғары адамды қандай іс әрекеттерінен тануға болады? Адамгершілігі, бізде қазақта жақсы сөз бар, адамның ұяты бетінде, адамгершілігі ниетінде болады дейді. Енді адамгершілік ниет деген нәрсе адамның ішкі жан дүниесі ғой жалпы. Адамның іші қаншалықты жерде таза болатын болса, бағанағы айтқан адамгершілік сипаттарға ішкі жан дүниесі бай болатын болса, ол міндетті түрде ол жағаға шығады. Теңіздің түбінде не нәрсе болса, ол жағаға шығады дейді қазақ. Сол секілді адамның жүрегінде не нәрсе, сол ізгі қасиеттер болса, ол жағаға шығады. Ол жағаға шығуының көрінісі бізде екі түрлі болады. Біріншісі айтып отқан сөзінде, екінші істеп отқан іс-әрекеттерімен болады. Айтып отқан сөзіндегі адамгершілігі жаңағы боғауыз сөзге аузын берілмей, өтірік айтпай, жаңағыдай аузынан тек қана бір жақсы сөздер шығып жүрген адамды адамгершілігі мол деп айта аламыз. Екінші істеп отқан іс-әрекетіне байланысты айтуымыз керек. Ол істеп отқан іс-әрекетіне қарап адамгершілігі мол деген түсінік қашан келеді? Ол үлкенді құрметтеп отса, үлкенге жол беріп отса, бір адамға сай болған бір ізгі қасиеттері сол іс-әрекетінен көрініп жатса, біз сол адамды беймара адамгершілігі мол екен деп айта аламыз да. Бұған енді қоса кететін көп дүние бар. Мысалға бізде адамгершіліктің ең шыңы деген кезде ол жаңағы кешірмегенді кешіру, бармағанға бару, ренжіткенді қайтадан жарастыру секілді бір осындай бір саған бір ауыр тиетін, сенің былайша айтқан кезде көңіліңе тиген адамдарды, сені ренжіткен адамдарды соны жүрегіңнен өткізіп жіберіп, соларға қайтадан жаңағы мейіріміңді төгіп, жаңа ілтипатыңды бөлдіру, ең былайша айтқан кезде бір адамгершіліктің бір шыңы деп ойлаймын да. Әрбір адам қоғамдағы адамгершілікті сақтау үшін не істей алады? Адамгершілікті сақтау үшін өзі істемесе де, ең болмағанда қоғамда сол нәрсені насихаттап жүрсе. Өйткені өкінішке орай болсын, қазіргі заманда бір өтірік айту бір қарапайым дүние болып қалды. Адамдарды былайша айтқан кезде не дейді?
аманатына қиянат жасау қарапайым дүние болып қалды. Қазір өкінішке орай қоғамда жаңағы неше түрлі сөздер болып жатыр, жаңағы мұсылмандардың қанша проценті жаңағы өтірікші, аяқ деген секілді. Сол секілді бұл адамгершілік тек қана мұсылмандарға ғана қатысты ұғым емес, бұл кез келген бір адамның бойында болуы керек қасиет. Осы нәрсені қай жерде де біз осы нәрсені насихаттап жүрсек, жүрген жерімізде әйтеуір адамилық сипатты біз көрсетіп жүрсек, бұл нағыз мұсылманға сай іс-әрекет болатын еді. Енді бұл жерде көп дүние айтуға болады. Мысалға, біз адам болғаннан кейін, мына Жалалуддин Руми деген үлкен керемет кісі өткен. Осы кісі өзінің жаңағы кітаптарында, еңбектерінде мен адамдарды мұсылман емес деп бөлмеймін дейді. Мен қайтыс болатын болсам, мен қабіріме келіңдер, мен зиярат етіңдер деп айтады. Осы нәрсенің көрінісі Түркиядағы Коня деген жерде қайтыс болған кісі ол. Осы кісі сол жерде жаңағы қабіріне барған кісілер айтады. Ол жерде тіпті қытайлар жүр дейді. Мұсылман болмаған, бағанағы кімнің Жалалуддин Румидің басына зиярат етіп келген. Ол кісінің қарасаңыздар түсінігінде адамды бөліп атқан жоқ, сен мұсылмансың, сен мұсылман емессің деп. Ол кісі барлығымыз адамбыз дейді, бәріміз біз Құдайдың жаратылысымыз. Бізде қоғамда осы адами қасиеттер көбіне насихатталса деп айтамын. Мысал үшін бізде бір капитан Байтасов деген кісі бар, білесіз, Таразда 2011 жылы бомбаға өзінің денесін жауып, басқа адамдардың аман алып қалғанда. Қарап тұрсаңыз, ол да адами қасиет па, адами қасиет, ерлік па, ерлік, батылдық па, батылдық. Басқа адамдар үшін өзін құрбан ете алды да ол кісі. Сол кісіде секілді қоғамда болып атқан кез келген бір осы адами қасиет жасаған, адамилық жасаған кез келген адамды біз марапаттасақ, құрметтесек, батыр деген атақ берсек жаңағыдай, оны жүрген жерімізде насихаттап жүрсек, о нәрсені өскелең ұрпаққа, жастарға, балдарға сол нәрсені бойларына сіңіріп алсақ, кез келген адамның бойында, кез келген баланың ойында мен оның орнында мен болсам, мен де сондай нәрсе істейтін едім деген бір түсінік қалыптастырсақ, нұр үстіне нұр болады. Енді сіз өзіңіз өскелең жастарға осы адамгершілікті сақтап қалу үшін қандай бір насихаттар, ақыл кеңес айтар едіңіз жастарға? Енді жастарға кеңестер айтылып жатыр. Өкінішке орай қазір біз теолог болғаннан кейін мектептегі біздегі мұғалімдер де кеп не қылады, өздерінің өтініштерін білдіреді. Біздің мектебімізге келіп ата-ананың құрметтеу жайында, ұстазды құрметтеу жайында бір насихат айтсаңыз дейді, басқа қылсаңыз дейді. Сондай бір кеңестермен кеп атады. Ол жерде біз айтқымыз келеді, барғымыз келеді, шақырыңыздар деп айтамыз. Жастарға айтатын кеңесіміз максималды түрде өзін жаңағы әдептілікті сақтайтын болса, қазіргі мына Абай атамыз да өзінің керемет сөздері бар, басқасы бар. Ол кісі адамгершіліктің ең шыңына осы білім алу деген нәрсені қояды. Осы нәрсені қашан сен адам малаяма деген сөздер де бар, білеміз оны. Балам адам болсын десең малаяма деп ше. Осыған қарағанда ең бірінші қазіргі жастарға талап етілетін дүние ол ілім алса, үйренсе, сол нәрсені бойына сіңірсе, ұстаздарын құрметтесе, мысал үшін ата-анасына құрмет деген тақырып бар, керемет. Осы адамилық тақырыбына өте бір сай келетін. Қоғамда ол тақырыпта қандай үлкен проблема болып жатқанын білеміз. Ауруын жасарған өледі дейді ғой. Сол секілді қоғамда не проблема болатын болса, ол былайша айтқан кезде көзге көрініп жатыр. Ол нәрсемен жұмыс жасау керек. Енді бізде ұстаз деген нәрседе бір екі түрлі ұстаз болады жалпы. Кім Харис ибн Мухасиби деген үлкен ғұлама ғалым бар. Сол кісінің кітабында мынандай нәрсені айтады. Жалпы адамның екі түрлі ұстазы болу керек дейді. Біреуі шариғи, мысалы үшін ілімдерді үйрететін кісі болатын болса, оның ішінде шариғи болсын, шариғи болмасын, ол физика, математиканы үйрететін, кез келген ілімді үйрететін ұстазы болады. Екіншісі рухани ұстазы болады дейді. Ол рухани ұстазы оны жаңағы жақсылыққа қарай тәрбиелейді дейді. Ол жақсылыққа қарай тәрбиелеу, оның бойындағы жаман қасиеттерді көретін болса, онымен күресіп, сенің бойыңда мынандай қасиеттерің бар, мынау нәрсеңді турла деп, оның істеп жатқан іс-әрекетің мынауың әдепсіздік болады деп, солай үйрететін бір ұстазы болатын болса, әрбір адамның сол кезде бір жеңіске жетеміз деп ойлаймын. Осы проблеманың шешімі осы жақтан келетін секілді.
Алтындай уақытыңызды бізге бөліп келгеніңізге аға сізге үлкен рахмет. Адамгершілік адамды адам ететін ең ұлы қасиет. Қай жерде, қай уақытта болмасын, адамгершілікті сақтау бұл әрбір адамның парызы. Өзімізден бастасақ, айналамыз өзгермек. Сондықтан әр күнімізді ізгі ниетпен бастап, айналамызға жылылық пен жақсылық сыйлайық. Үлкен рахмет аға сізге.